Қатені түзетуге болатынына адамдарды сендіре біліңіз. Әлі күнге дейін сұр бойдақ болып жүрген 40 жастағы досымның әрең дегенде қол жеткізген қалыңдығы қиылып жүріп оны би үйренуге көндіреді. Құдай куә, осы би деген құрғырды үйренуге 20 жыл бұрын да талпынған едім. Қалыңдығымның өтінішін жерге тастамай биге қатыстым. Бір би мұғалімін тауып едім, ол қимылдарымның ебедейсіз екенін, бәрін басынан үйренуге тура келетінін айтты. Үйге қайтқан мен енді ол мұғалімге қайтып жолаумауға серт бердім. Келесі би мұғалімі бетіме өтірік мақтаса да, оның айтқандары маған ұнады. Ол менің қимылдарымның қазіргі уақытқа сәл сай келмегенімен, жалпы қабілетімнің бар екенін, жаңа қимылдарды еш қиындықсыз үйреніп алатынымды айтып, көңілімді көтеріп тастады. Алғашқы мұғалім қатемді бетіме басып, меселімді қайтарған еді. Бұл мұғалім мүлде басқа жолды таңдады. Орайы келгенде мені мақтап, қателерімді азайтып отырды. Туа біткен дарының бар, нағыз биші деуге болады, дейтін ол мені қанаттандырып. Бұдан кейін өзімді шынымен де бишідей сезіне бастадым. Тіпті іштей оның айтқандарына сене бастадым десем де болады. Осы жылы сөз үшін де ақша төлегенім рас болғанымен, ақшаны бұл жерде еске алу қисынсыз болар. Қалай болғанда да, туа бітті дарының бар екенін айту арқылы ол маған сенім сыйлады. Бұл менің одан да жақсы билеуге талпынуыма түрткі болды. Балаңызға, жұбайыңызға, немесе қол астыңыздағы қызметкерлерге оның дым білмес екенін, кейбір істердің қолынан келмейтінін, сондықтан еш нәрсені дұрыс істей алмайтынын айтып көріңізші. Осы сөздеріңізбен сіз оның алға ұмтылсам деген ниетін тас-талқан етесіз. Керісінше, оған қолдау көрсетіп, істің ол ойлағандай қиын еместігіне сендіре білсеңіз, оның қолынан келетініне сенетініңізді көрсете алсаңыз, ол бұл істі барынша сапалы атқара алғанға дейін машықтана беретін болады. Цинциннати қаласындағы курсымыздың оқытушыларының бірі Кларенс Джонс мақтау және қажеттілікті оңай түзетуге болатынына баласын сендіру арқылы оның өмірін өзгертуге қалай көмектескенін бізге айтып берген еді. 1970 жылы 15-ге енді толған ұлым менің үйімде тұру үшін Цинциннатиге келді. Ол кезде ұлым қиын кездерді бастан өткізіп жатқан еді. 1958 жылы көлік апатына ұшырап, басын жаралап алған болатын. Сол кезден қалған тыртықты ұлымның маңдайынан әлі де байқауға болады. Ол анасымен бірге Техасқа қоныс аударған. 15 жасқа дейін үлгерімі төмен болғандықтан арнайы топта оқыды. Басындағы тыртығына қарап, мектеп әкімшілігі ми жарақатына байланысты оның миы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін деп ойлайды. Өз қатарластарынан 2 жылға артта қалып қойған ол әлі де 7-ші сыныпта еді. Бірақ әлі де көбейту кестесін білмейді. Санды саусақпен санап қана қосатын, ежіктеп әрең оқитын. Үмітсіз шайтан деген. Ұлым теледидармен және радиомен айналысып, өскенде осы саланың технигі болуды армандайтын. Мен оның бұл ойын құптап, бұл кәсіпке ие болу үшін математиканы жақсы білу керектігін түсіндірдім. Сөйтіп, есеп амалдарын үйрете бастадым. Ол үшін көбейту, бөлу, қосу, азайтуға қатысты сұрақтардан тұратын карточкалар сатып алдық. Сұрақтарға ол дұрыс жауап берсе, мен оны бір жаққа жинаймын. Ал қате жіберсе, дұрыс жауабын өзім айтып, карточканы негізгі топқа қосам да, барлық сұраққа дұрыс жауап бергенге дейін жалғастыра беремін. Біріншісінде қате жауап берген сұраққа екінші жолы дұрыс жауап берсе, мен балаша қуанатынмын. Күн сайын сұрақтарды бастан аяқ қайталап шығатынбыз. Біраздан кейін есептерді уақытпен шығара бастадық. Барлық карточка бойынша есептерді 8 минутта шығарып бітірсе, бұл карточкаларға қайтып оралмайтынымызға уәде де бердім. Бастапқыда Дэвид бұл тапсырманы орындау мүмкін емес деп кейіп жүрді. Алайда алғашқы күні барлық есепті 52 минутта аяқтаса, келесі күні 48 минутта жасады. Одан 45, 44, 41, 40 деп уақыт мөлшері азая берді.
Есеп шығаруға кеткен уақыт азайған сайын біз айқайлап бөркімізді аспанға ататынбыз. Кейде әйелімді шақырып алып, ұлымызды құшақтап айнала билейтінбіз. Ай соңында ол есептерді 8 минутта шығара алатын деңгейге жетті. Жетістігінің артып келе жатқанын көрген сайын Дэвид есептерді қайталап шығарайыншы деп өтінетін. Осылайша ол оқу мүлдем қиын емес деген керемет жаңалық ашқан еді. Әрине, осыдан кейін ұлымның математика бойынша үлгерімі артты. Көбейту амалын білсең, математиканың еш қиын еместігін білудің өзі бір ғанибет. Оның осы пән бойынша 4-тік баға алғандағы біздің қуанышымызды көрсеңіздер ғой. Бұдан басқа да жағымды өзгерістерді күнделікті байқап жүрдік. Оқуы жақсарып, сурет салу қабілеті байқала бастады. Кейінірек ғылым пәнінің мұғалімі оған көрмеге қатысуды тапсырды. Дэвид мектептен шығып кетіп жатқандардың мектеп өміріне қалай ықпал ететінін көрсету туралы шешім қабылдап, ол үшін күрделі бағдарламаларды таңдап алды. Біз үшін сыза білу мен бағдарламаларды қолдану аз еді, сондықтан ол қолданбалы математика бойынша білімін де ұштастыруға тырысты. Нәтижесінде мектеп көрмесінде 1-ші орынды жеңіп алды. Ал Цинциннати мектептері арасындағы жарыста 3-ші орынды иеленді. Бұл біздің жеңісіміз еді. Құрдастарынан 2 сынып төмен оқыған Су Ми деген лақап ат берілген. Басы жарылған кезде сыныптастары миы ағып кеткен Франкенштейн деп мазақ қылған. Бала өзінің де басқалар сияқты білім алып, жетістікке жете алатынын түсінді. 8-ші сыныптың соңғы 90-нан бастап мектеп бітіргенге дейін ол өзі жеткен биігінен түскен жоқ. Жоғары сыныпта оқып жүрген кезде оны ұлттық құрмет одағына мүшелікке қабылдады. Осылайша оқудың еш қиындығы жоғын түсінген, оның бар өмірі өзгеріп шыға келді. Бұл жерден түсінгеніміз, қанаттандыра біліңіз. Қатені түзеудің еш қиындығы жоқ екенін көрсетіңіз.